Баршаңызға сәлем. Бүгін қияр мен қызанақтан қысқа арналған ассорти дайындаймыз. Қажет заттардың толық мөлшерін төменге жазып қалдырамын. Ең алдымен банкаларымызды осылай мантоварка деп булап, қақпақтарды осындай ыстық суда 5 минут шамасында қайнатып аламыз. Бізге қажет заттар қияр, қызанақ, туралған 40 қабат және ірі қара бұрыш, лавр жапырағы, сарымсақ, хрен жапырағы, ащы қызыл бұрыш, болгар бұрышы және зонтик укроп қажет болады. Онда ең маңыздысы қиярды таза суға жуып, 4-5 сағатқа мұздай суға салып қою қажет. Енді стерилденген банкамызға барлық көкөністерімізді кезегімен салып шығамыз. Мен ең алдымен хрен жапырағын, одан кейін сарымсақты, 40 қабатты қиярды салып шықтым. Одан кейін зонтик укропты, ащы қызыл бұрышты, қызанақты салып шығамыз. Одан кейін туралған болгар бұрышын, лавр жапырағын және ірі қара бұрышты салып шығамыз. Одан кейін үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, қақпағын жауып 20 минутқа қалдырамыз. Жиырма минут өткеннен кейін арнайы қақпақтың көмегімен банкадағы судың барлығын төгіп тастаймыз. Енді бұл судың бізге қажеті жоқ. Енді мен әрбір 2 литр банкаға 2 ас қасық толтырмай тұз салдым және 1 ас қасықтан толтырмай қант салып шықтым. Барлығына осылай салып шығамыз. Одан кейін әр банкіге осындай 70% уксустан 1 шай қасықтан құйып шығамыз. Ең соңында тағы да таза қайнап тұрған ыстық суды банкілерге толтырып құямыз. Одан кейін арнайы қақпақ жапқыштың көмегімен банкілердің қақпағын жауып шығамыз. Осымен қысқа арналған ассорти дайын. Енді банкілерді төңкеріп, жылы көрпемен 1 тәуліктей орап қоямыз. Егерде видео пайдалы болса, осы видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.